Ең алдымен Google платформасына кіріп, осы жерге Jigsaw Planet деп жазатын боламыз. Jigsaw Planet деп жазғаннан кейін іздеу батырмасын басасыздар, сонда сіздерде ең бірінші шығып тұрған сайттың үстінен басып кіресіздер. Осы сайттың ішіне кіргеннен кейін өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен тіркеліп, создать деген кнопканы басасыздар. Картинканың үстінен басып, өзіңізге қажетті дайындап алған картинканы открыть етіп, осы платформаға енгізесіздер. Название деген жерге атын жазуыңыз керек. Количество деген жерге қанша бөлікке бөлінгенін қалайсыз, соны таңдайсыз. Форма деген жерден пазлдың өзіңізге ұнаған формасын таңдауыңызға болады. Мен стандартты екінші форманы таңдадым. Астыңғы жағында создать деген функцияны басамыз. Мен мына жерде названиені жазбағандықтан создать функциясы басылмай тұр. Сол себепті қазір бұл пазлға название жазатын боламыз. Мен алдар көсе деп жаздым. Создать функциясын басқаннан кейін кішкене уақыт күтеміз. Кішкене уақыттан кейін интерактивті пазл әдісіміз дайын болады. Мінекей осылайша біздің пазлымыз құрастырылады. Қайтадан қайталау керек болса, қайталау функциясын баса аласыздар. Және де осы пазл әдісін көшіріп алу керек болса, жоғарғы жағында поделиться деген бөлімді басып, еще дегенді басасыздар да, осы жердегі ссылканы өздеріңізге копировать етіп аласыздар. Әрмен қарай өзіңіздің сабағыңызда қолдана бересіз. Назарларыңызға рахмет.